Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы санның логарифмі және оның қасиеттері. Оқу мақсаты логарифмдердің қасиеттерін білу және оларды логарифм өрнектерді түрлендіруде қолдану. Сабақ мақсаты логарифм және оның қасиеттерін білу, логарифм және оның қасиеттерін пайдаланып өрнектерді түрлендіру, логарифм және оның қасиеттерін есепке шығаруды қолдану. Бағалау критерийлері: логарифм анықтамасының қасиеттерін біледі, логарифм және оның қасиеттерін пайдаланып өрнектерді түрлендіре алады, логарифм және оның қасиеттерін есепке шығаруды қолдана алады. Сабағымызды бәрі сенің қолыңда мақсатына қол жеткіз атты тренингпен бастаймыз. Сабағымызды бастамастан бұрын оқушыларды 3 топқа бөліп аламын. Бұл сабақ 11-ші сынып, яғни мектеп бітірушілер түлегі болғандықтан оқушыларды 3 топқа бөлемін. Яғни біздің еліміздің атақты университеттерінің атауымен, яғни бірінші топ Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университеті, екінші топ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, үшінші топ Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті болып 3 топқа бөлінеді. Бірінші үй тапсырмасын тексереміз. Үйге берілген тапсырманы тақтадан өздері дәптерден плюс-минусын қойып тексеріп шығады. Екінші, логарифм қасиеттерін қайталап есімізге түсіріп аламыз. Келесі сабақты бастамастан бұрын оқушыларға мынандай сұрақ қойылады. Біріншісі, логарифм және оның қасиеттері күнделікті өмірде қайда кездеседі? Екіншісі, алғашқыда логарифм мен оның қасиеттерін не үшін ойлап тапты? Оқушылардан жауап сұралады. Жауаптарын оқушылар алдарына берілген бағалау парағында, яғни QR код арқылы жауаптарын тыңдайды. Бұл жерде жасанды интеллект программасы қолданылады. Келесі жұптық жұмыс жасаймыз. Яғни бұл жұптық жұмыста оқушылар Назарбаев университетінде шолу жасайды. Бұнда бізде 2 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмада өрнектің қате дұрыс жауабын жазу. Екіншісінде берілген өрнектерден басқаша өрнек қалай жазуға болады. Яғни осы 2 тапсырманы жұптық жұмыста орындайды. Дескрипторы логарифм қасиеттерді біледі, өрнектің қатесін тауып дұрыс жазады, логарифм қасиеттерді қолданып жаңа өрнек жаза алады. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін оқушылар жұптар бір-бірін тексереді. Келесі бізде топтық жұмыс. Бұл топтық жұмыста біз Сүлейман Демирел университетіне шолу жасаймыз. Бұнда әр топқа есеп беріледі. Бұл тапсырмалар ұлттық құндылыққа бағытталған тапсырмалар. Бірінші тапсырмада ұлттық тағамдар өндірісі. Бұл тапсырмада оқушылар логарифм қасиеттерін анықтамасын қолданып шығарады. Дескрипторы формула бойынша теңдік жазады. Логарифм жағдан негізге көшу қасиетін қолданады. Есептің мәнін табады. Әр топқа ұлттық құндылыққа бағытталған тапсырма беріледі. Тақтада жауаптары көрсетіліп тексеріледі. Әр топ бір-бірін бағалайды. Келесі тапсырма бізде жеке жұмыс. Бұл жұмыста біз өзіміздің Батыс Қазақстан облысының Махамбет Өтемісов атындағы мемлекеттік университетіне шолу жасаймыз. Бұл жерде біз жеке жұмыс, оқулық бір жұмыстанамыз. Оқулықтағы 20-14, 20-16 тапсырмаларды орындаймыз. Дескрипторы логарифм қасиеттерін қолданады. Келесі бізде ұбт, алдағы уақытта оқушыларымыз ұбт тапсырады, бірыңғай ұлттық тестілеуді. Бұндағы біздің тақырыпқа сәйкес келетін тапсырмаларды орындайды. Қосымша тапсырма. Сабақ соңында оқушылар бүгінгі сабақ бойынша алған білімдерін қорытындылап, тест тапсырмасын қорытады.
жауаптары тақтада көрсетіледі. Оқушылардың алдарына яғни мынандай бағалау парағы таратылады, яғни аттестат түрінде. Осы бағалау парағына оқушылар бүгінгі сағат бойынша бағалап, балаларын қойып, және рефлексияны толтырады. Тапсырмасы беріледі. Рахмет, сау болыңыздар.